Құрметті ата-аналар, сіздермен кішкене танысу тренинг жасап жүрмін. Қазір біз өз әрқайсымыз өзіміздің аты-жөнімізді айтып, баламыздан айтып, аты-жөнін айтып танысамыз. Және өзіңіздің балаңыздың жақсы қасиетін, жақсы мінезін айтасыз. Ең жақсы жағын айтасыз. Жаман жақ бұзылбау болады. Кімнен бастаймыз? Әйгерім, сколько? Баламның жақсы жағын айтамын. Өзіңіз таныстырып өтіңіз. Менің есімім Әйгерім, табиғаттың мамасы боламын. Табиғаттың ең жақсы жері ақкөңілділігі. Ешқандай бір нәрсе тапсырсам, соны мұқият жасайды. Бәрін аудио істейді. Басын бастады ма, аяғын аяқтамай тыңдайды. Соны істейді. Тамаша. Менің есімім Жанат, Батанның әжесі. Менің балаларым өте тазалыққа мықты, үйде де пысық, бүкіл жұмыста. Бауырым алып, артынан ерген 4 бауыр бар, соған өте алып тұрады. Қазір өзінің сабақты білгеннен қоймай, артынан еріп жатқан сіңлісін де үйретіп жатырмыз. Тамаша. Мен атым Маржан, Ерқала әкімінің мамасымыз. Мен баламда осы ата-ана оқушылар, былайша 2019-да жатыр ғой, ақылды балам, зерек, былайша барлықсыз үйреткен сабақтарын барлығын қағып алып, ешқайсысын ұмытпай, жақсы сол бауырларына да оны сондай қамтып, үйде жақсы барлық тәртіпті сондай. Менің есімім Мария, Төлепберген атының әжесі боламын. Қызым туралы айтатын болсам, өзінің баласын кім жаман дейді, қызым таза, өзімен өзі, артық сөзі жоқ, бауырмал, барлық жұмыстың өзі тиянақты, өзінің несіне малым, былайша. Сыртта бөлек, іште үйде бөлек болады ғой бала. Әрі қарай сізді ашады деп ойлаймын. Былайша скрытная. Менің есімім Мөлдір, Нұрайлының мамасымын. Ақылды ол, бірақ андай не ғой. Бірақ сабақты енді Бұзық дейсіз бе? Бұл да бұзық емес. бұзық емес па? Жаман жағын көріп қоятын еді. Бірақ сабақты алып кетеді. Үйде не алады, өзі оқиды ғой. Басында бірінші көмектестік, одан кейін өзі оқиды. Менің атым Дәлира, Әминаның мамасымын. Менің тұңғышым ғой, үйдің үлкен қызы, өзінен кейін бауыры бар. Менің қызым ең жақсы қасиеті, позициясы болады, ерімді деп айтсам болады. Өзінің бауырынан бөлек, басқа жаңада кішкентай балалар келсе, соларға өзі барып бір сөйлесіп, аттан көңіл дос болайық та, не қатты өзіне қатты жақын тартады. Сол қасиетін айтып өзіне. Тамаша. Ал, ондайша бәріміз мына жерге қолымызды қойып, осы ауызбіршіліктен осы балаларға керемет білім береміз. 1, 2, 3.